Қайырлы күн баршаңызға. Біздер осылай таза ауада сірне дайындаған болатынбыз. Өте дәмді, керемет болып шықты. Алдымен қойдың құйрық майын осылай қазанның түбіне жайып шығу қажет. Және оның үстіне еттерді орналастыру қажет. Еттерді осылай ірі қылып, бөлшектеп, шауып, турап алу қажет болады. Және оның үстіне көкөністерді орналастыру керек. Қандай көкөністер қосқанымызды описанияға қалдырып кетемін, содан қарасаңыздар болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай кезек-кезекпен етпен көкөністі араластырып салып жатырмыз. Оның бетіне тағы да орам жапырақпен жауып қоятын боламыз. Және тұз, бұршын сеуді ұмытпаймыз. Бірінші қабатты орам жапырақпен жапқаннан кейін тағы да екінші қабатына ет пен көкөністерді тағы да саламыз. Және ең соңында бетіне осылай видеодағыдай қылып орам жапырақтарды қойсаңыздар болады. Түгел жер жабық тұратындай жауып шығасыздар. Барлық көкөністерді орналастырғаннан кейін қазанның астын жағатын боламыз. Осындай қимен, тезекпен немесе ағашпен өздеріңіз бар затпен жақсаңыздар болады. Біздер қимен жағамыз. Осылай астын жағып баяу отта пісіретін боламыз. 1 сағат жарым, 2 сағатқа таман пісіп шығады. Өте дәмді болып шығады. Осылай жағып шығамыз. Піскеннен кейін барлығы езіліп, бірдей дәм беріп, көкөністердің суы шығып, өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Жаз мезгілінде отбасыларыңызбен жейтін сүйікті тағамдарымыздың бірі. Жыл сайын осылай сірне пісірмесек, біздің басымыз ауырады десем де болады. Өте дәмді болып шығады. Походқа шыққан кездерде пісірсеңіздер де өкінбейсіздер. Видеоның соңына дейін көріп шыққандарыңызға рахмет. Осылай отбасыларыңызға ұсынып, бала шағаңызбен жесеңіздер болады.